Барлықтарыңызға сәлем-алейкум. Бүгін құнут дұғасын үйренеміз. Құптан намазының үтір уәжібінде оқылады, ұзағырақ келген. Сондықтан мен әр сөйлемді 2 реттен қайталаймын. Анық оқуға тырысамын. Менімен қайталаңыздар, және де видеодан кейін түсінбесеңіздер тағы да қараңыздар. 30 рет қайталап көріп үйреніп аласыздар, иә? Ал бисмиллах бастайық. Аллахумма инна настаинук. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. осы жер қатты шатасатын жер, қараңыздар, мұқият қараңыздар. мынау нун әрпі, мынау х әрпі, мынау тағы нун әрпі, ونترك من يفجرك. бұл жерде қараңыздар, нун оқымайды ғой, май, мынау я әрпі жасырынып тұр, май, яф, мынау фә әрпі, май, яф, мынау джим әрпі, журук, мынау ро. Көрдіңіздер ма? Шатаспаңыздар, мұқият қарасаңыздар, бәрі көрінеді. ونخلع ونترك من يفجرك. түсінікті ғой, ә? Май яфджурук. Келесі. Аллахумма ияка нa'буду. Аллахумма ияка нa'буду. Валяка нусалли ва насджуду. кешірім сұраймын. ونسجد وإليك نسعى ونحفد бұл жерде жасырым тұр. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق. إن عذابك بالكفار ملحق. көрдіңіздер, иә? ملحق. Үсті тоқтадық. Енді басынан бір оқып шығайын, сіздерге де түсінікті болу үшін. Аллахумма инна настаинук ва настагфирук ва настахдик ва ну'мину бика ва натубу илейк ва натаваккалу алейк ва нусни алейка الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق. барлықтарыңызға сәлем-алейкум. Қиынырақ түсінемін, сондықтан көбірек жаттығыңыздар, және де көп тыңдап, сол айтқан адаммен қайталаңыздар, сол кезде тез жаттайсыздар. Барлықтарыңызға сәлем-алейкум.